Бүгінгі өтетін сабағымыз коэффициент, ұқсас қосылғыштарды біріктіру. Коэффициент дегеніміз әріпті көбейткіштің алдына жазылады. Мысалы, мынандай бізге өрнек берілсе, бірінші біз сандарды өз алдына көбейтіп аламыз. Оларды мына жерге жазып алайық. 3. Енді әріптерді жазамыз. А көбейту В көбейту С. Енді біз сандарды көбейтіп аламыз балдар. 2 менен минус 3-ті көбейтсек, не шығады? Минус 6 шығады. Өйткені 3-тің алдында минус сандасы бар. Енді А, В, С өрнегін біз сол қалпында жазып аламыз, және ортасына көбейтіп қоймай біріктіріп жазуымызға болады. Яғни біз мына өрнекті шығарғанымызда, ықшамдағанымызда не шықты? Минус 6 А, В, С. Жаңа айттым, коэффициент дегеніміз әріпті көбейткіштің алдындағы сан дедім. Яғни біздің коэффициентіміз не екен балдар? Минус 6. Және тағы бір мысал келтірейін. Мысалы, 4 С көбейту А, 2 В деп алсақ, бұл жерде де біз әріптерін, сандарын бір бөлек көбейтіп аламыз. 2 менен 4-ті көбейтшіліксек не болады? 8. Мен бірденен жаза салайын деп отырмын. 8. Және қасына А, В деп жаза салам. Яғни бұл жерде коэффициент қайсан болды? 8. Мін коэффициенті А, В-ның 8. Енді осы сияқты бір деген сан, мысалы А, В-ның алдына бір деген санды жазбая А, В деп жазсақ болады болды. Бұл А, В-ның алдында бір деген коэффициенті бар. Бірақ біз жазған кезде бір А, В деп жазсақ ол дұрыс болмай қалады. Мені А, В деп жазсақ болады. Бұның алдында біз бір деген коэффициент екенін білеміз. Егер минус 1 болатын болса да, оның бірі жазылмай, бірденен А, В, С деп жазамыз. Минус А, В, С-ның коэффициенті қандай болады? Минус 1. Екінші балалар. Ұқсас қосылғыштарды біріктіру. Мысалы, 4 екіз, минус 2 екіз, плюс 10 екіз. Бұл өрнекте балдар. Айнымалы барлығы қандай? Екіз. Барлығында айнымалы екіз. Яғни біз бұл өрнекті ұқсас қосылғыштар дейміз. Бірінші екіздің коэффициенті 4, екінші екіздің коэффициенті минус 2, үшінші екіздің коэффициенті 10. Енді бізге ұқсас қосылғыштарды біріктіру керек болады. Ол кезде барлығында бірдей айнымалы бар. Яғни осы айнымалыны біз жақшаның алдына жазып аламыз. Бірінші коэффициенттерін жазамыз енді жақша ішіне. 4 минус 2 плюс 10. Біз жақша ішіндегі коэффициенттерді орындаймыз балдар. 4-тен 2-ні алсақ 2, 2-ні 10-ға қоссақ 12. 12-ні аламызда мына жақша алдындағы екізді жазып қоямыз. Яғни біз өрнекті ықшамдадық балдар. Сонда не шықты өрнекті ықшамдағанымызда? 12 екіз. Екіздің коэффициенті не екен балдар? 12. Міне біз біріншіден ұқсас қосылғыштарды білдік. Ұқсас қосылғыштар және оларды біз біріктірдік балдар. Екінші бір мысал келтірейін тағы да. 6mn минус 4mn. Бұл жерде ен 2-ге тең, ен 1-ге тең деп алайын. Жазамыз. Бұл жерде екеуінде де айнымалылар қандай? Бірдей, балдар? Олай болатын болса, жақшаның сыртында біз нені қалдырамыз? N-мен N-ді қалдырамыз. Жақша ішінде олардың алдында коэффициенттерін жазып аламыз. Бірінші M-нің коэффициенті нешеге тең? 6-ға тең. Екіншінікі минус 4-ге тең. 6-дан 4-ті алсақ, 2 жақша сыртындағы N. Біз бұл жерде балдар ұқсас мүшелерді біріктіріп алдық. Ары қарай есебіміз әлі аяқталған жоқ. Бізге N-нің орнына 2-ні, N-нің орнына 1-ді қой деп тұр. Біз енді берілген есептегі
2 көбейту n-нің орнына 2-ні қоямыз, n-нің орнына 1-ді қоямыз. 4, 5. Көбейтеміз. 4. Оны 1-ге көбейткенімізде не шығады? 4 шығады. Біздің өрнегіміз нешеге тең болды? 4-ге тең болды. Яғни ұқсас қосылғыштарды қосу, ұқсас қосылғыштарды біріктіру деп аталады. Ал ұқсас қосылғыштарды біріктіру дегеніміз 3 балдар. 3 қосу 4 минус 6 қосу 2. Бізде мына берілген өрнекте балдар сандар және айнымалы х-тар бар, иә? Енді біз ұқсас мүшелерді біріктірген кезде, мысалы мынау х-тың коэффициенті қанша? 3. Екінші х-тың коэффициенті 6. Мына осы екеуі бір-біріне ұқсас, бұлардың асын былай бір сызықпен сызып қоямыз. Мынау 4 пенен 2 санда қасында айнымалы жоқ, бұл айнымалысы жоқ сандарды бос мүше дейміз. Бос мүше, мына 4-тің асын 2 рет, 2-нің асын 2 рет сызып қоямыз. Ал енді біріктіреміз. Тең 3х минус 6х. Не шығады? Минус 3х. Тамаша, минус 3х. 4 қосу 2. Қосу 6. Міне бізде мынандай бір жаңа өрнек пайда болды. Ұқсас қосылғыштар дегеніміз ұқсас қосылғыштарды біріктіру. Ал ұқсас қосылғыштарды біріктіру дегеніміз балдар, берілген коэффициенттерді қосып, ортақ көбейткішке көбейту. Ұқсас қосылғыштарды біріктіру дегеніміз. Бүгінгі сабақтан қайсында сұрақ бар? Түсінікті ма балдар тапсырмаңыз? Енді онда мен екі топқа бір постер берем. Сендер 732 есептің біріншісін, екінші топ, екіншісін мынаған шығарып, маған түсіндіріп жіберіңіз. Сендер біріншісі, сендер екіншісін. Жылдан неге постерға жазып жіберіңдер. А. Бұл жерде 17-ге 19 қосқанда 36А шығады. 36-тан 18-ді А-ны азайтып қанда 18А. Бұның коэффициенті 18. Яғни біздің сендерде шыққан 18. 18-ге тең болды ма коэффициент? Жарайды, отырамын. Келесі, екінші топ. Айсыл оқырмын. Біз бұл жерде алдыңғы коэффициенттерді біріктіріп аламыз, ортақ артты көбейткішті көбейтеміз. Сол кезде бізде минус 72 болып шықты. Ал бұл жерде коэффициент минус 72. Өте тамаша. Сендердің топтарыңа сендер мүмкін шамалы ойланарсыңдар, иә? Тағы да. Келесі енді балдар. Тақтаға екі топтан бір оқушы шықсын. Тақтаға. Так, кім? Ал балдар, әр топтан бір оқушы тақтаға есеп шығарады. Қалған оқушылар дәптерімізді ашып, есебімізді шығарамыз. 737 есептен бірінші топтан кім? Данияр, екінші топтан Арайлым шығады. Апай, мен ұқсас қосылғыштардың астын сызып шықтым. Енді таңдауында бірдейлерді, мысалы минус 5х-тен қосамыз 3х-тен үлкен саннан кіші санын азайтуғанда минус 2х. Одан соң минус 45-тен 30 азайтқанда 15. Осындай мән шықты. Қоямыз. Енді бос мүшелерді біріктіреміз. Одан шыққанда 1. Жарайды, мына. Данияр, сен шамалы былай қақтың.
Балдар мына жерге бір назар аударайықшы. Данияр дұрыс, мүшелерді біріктірді, минус 2y плюс 3y. Үлкеннен кіші алынды, y шықты. Бір алдына жазылған жоқ, Енді минус 20 плюс 19 плюс 1. Минус таңбасы қойылады. Дұрыс айтады. Мына плюстың орнына минус таңбасы қойылады. Өйткені сенде бос мүшке минус 20 плюс 19. Үлкеннің таңбасы қойылады. Дұрыс па? Дұрыс отыра қой. Ал балдар сабақ түсінікті болса, мен сендерге бір өрнекті айтайын. Сендер жылдам соның коэффициенттерін атап жіберіңдер. 5 қыз, 5 минус 7y, минус 7 минус 18 бүтін 10-9 a, минус 18 xy, 1, минус av, минус 1 минус 1. Олай болса, балдар сабақ түсінікті болса, үйге есеп алайық. 740-741 есепті шығарып келеміз.